Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі қазақ тілінен өтетін тақырыбымыздың аты одағай. Сабағымыздың мақсаты белгілі бір тақырыпта сөйлеген кезде сөйлеу мәдениетін сақтаймын. Одағай сөздерді сөйлеу мен сөйлеуде қолданамын. Ендеше балалар, жаңа сабақты түсіну үшін назарымызды видеоға аударамыз. Ай мектеп. Құлыншағым менің, құрау-құрау. Сен менің секеңдеген лағымсың, шөре-шөре лағым. Менің кішкентай ғана күшігімсің, кә-кә күшігім. Қарындасым менің, не істеп отырсың? Мен ойыншықтармен ойнап отырмын. Құрау-құрау құлыншағым, шөре-шөре лағым менің. Мынау сенің ботаң. Көз-көз ботақаным. Аға, рахмет сізге. Сен шақыруды білдіретін біршама одағайларды біледі екенсің. Одағай? Ол не тағы? Сөйлеушінің айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөзді одағай деп атайды. Мысалы, алақай, бәрекелді, әттеген-ай, шіркін-ай. Бұлар көңіл күйді білдіретін одағайлар. Сонымен қатар, шақыруды білдіретін де одағайлар бар. Мысалы, жаңа ғана өзің айтып отырған құрау-құрау, шөре-шөре, кә-кә, көз-көз. Және одан басқа пышайт-пышайт, мох-мох деген одағайлар бар. Мен одағайға көп мысал келтіре аламын. Бай-бай, ту, охо, ай-хай, пәлі, мәссаған. Тамаша, Дана, енді есіңе сақтап ал. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Қосарланған одағайлар дефис арқылы жазылады. Мысалы, әукім, әукім, әукешім. Одағайлар сөйлем мүшесінен үтір немесе леп белгісімен ажыратылады. Мысалы, алақай, алақай, біз бүлдірген теруге барамыз. Одағайлар сөйлемнің басында, ортасында және соңында да келе береді. Соған сәйкес тыныс белгілері де өзгеріп отырады. Мысалы, мен тезірек үлкейсем, шіркін. Ка, Вики. Неткен сүйкімді күшік едің. Көрдің бе, Дана? Біз одағай сөздерді күнделікті өмірде көп пайдаланамыз. Қайталайық. Одағай. Сөйлеушінің айтылған ойға қатысты әр алуан көңіл күйін білдіретін сөзді одағай деп атайды. Мысалы, алақай, бәрекелді, әттеген-ай, шіркін-ай. Бұлар көңіл күйді білдіретін одағайлар. Шақыруды білдіретін одағайлар бар. Мысалы, құрау-құрау, шөре-шөре, кә-кә, көз-көз және одан басқа пышайт-пышайт, мох-мох деген одағайлар. Одағайлар сөйлемдегі басқа сөздермен байланысқа түспейді. Сөйлем мүшесі бола алмайды. Қосарланған одағайлар дефис арқылы жазылады. Мысалы, әукім-әукім, әукешім. Одағайлар сөйлем мүшесінен үтір немесе леп белгісімен ажыратылады. Мысалы, алақай, алақай,
біз бүлдірген теруге барамыз. Одағайлар сөйлемнің басында, ортасында және соңында да келе береді. Соған сәйкес тыныс белгілері де өзгеріп отырады. Мысалы, алақай, ауылдан әжем келе жатыр. Мен тезірек үлкейсем шіркін. Жақсы балалар, енді осы алған біліміміз бойынша оқулықтарыңызды ашып, оқулықтарыңыздағы 42-ші жаттығу 122-ші беттегі дәптермен жұмыс жасаймыз. Берілген одағайларды қатыстырып, сөйлем құрап жазамыз. Және екінші тапсырма 43-ші жаттығу 122-ші беттегі жаттығумен жұмыс жасаймыз. Сөйлемдегі одағай сөздері бар сөйлемге айналдырып жазамыз. Жақсы балалар, осымен сабағымыз аяқталды.